яғни финанс бөліміндегі операция, отчет ТДС, кассовый смен, банковский счет, осыларды түсіндіретін боламын жеке-жеке. Бұл операция дегеніміз, яғни бұл жерге біз өзіміздің аренда, программа, зарплата деген сияқты өзіміздің расходтарымызды жазамыз. Ең бірінші осы расходтар жазу үшін категория қойып аламыз. Добавить новый категория деген басамыз. Мысалға аренда болуы мүмкін. Аренда. Сохранить деген басамыз. Бұл яғни расходтың бір түрі аренда дейді. Біздің арендамыз, қазір мына жерде аренда деген неке мынау тұр. Аренда деп сақтаппыз. Енді добавить новый доход и расход дегенді басамыз. Аренда бағасы 150 мың. Это расходы дегенді міндетті түрде белгілеуіміз керек, немесе бұл доход болып кетеді, белгілемесек. Бастық, минус шықты алдында. Примечаниесін жазамыз. Аренда немесе басқа деген сияқты жазуға болады. Мына жерде загрузить файл деген жерге біз қалай загрузить етеміз. Мысалға чектер болуы мүмкін деген сияқты. Мына жерге даталарын өзгертуіңізге болады. Қай уақытта аренданыкі немесе кейінгі уақыттарға өзгертуге болады. Мына жерде қай келесі видеода түсіндірем, яғни банктар таңдасаңыз болады, немесе таңдамай-ақ осылай сохранить дегенді бассаңыз болады. Окей. Енді бізде аренда 150 мың теңгеге жаңағындай қосылды. Егер мен қазір мына жерден учетный запись деген таңдайтын болсам, Каспий банк деп таңдайтын болсам, мына жақта біздің Каспий банкпен төленген екені көрініп тұрады. Келесі видеода сіздерге осы отчет ТДС және осы банктерге қалай счеттарды қосу керек, сол туралы түсіндіретін боламын.